2000 жылы 13 жылға сотталған азамат бүткіл Американы назарында болды. Тілшілер бұл іске қатысты азаматты жылдар бойы талқылады. Бұл азамат кім? Және тілшілер неге сонша көп назар аударды? Сіздермен бірге Fortress of History каналға жазылып, лайк басыңыз, ал біз жалғастырамыз. Дэвид Кам және оның жұбайы Кимберли екеуі Нью-Олбани қаласында, Индиана штатында туылған және өмір сүрді. Бұл шағын қала еді. Қаланың тұрғындарының саны 35 мың ғана адам болатын. Дэвид Кам әйелімен, яғни Кимберлимен 1984 жылы танысқан еді. Дэвид Кам ол кезде үйленіп ажырасқан болатын. Оның бірінші әйелінен бір қызы болды. 1989 жылы Дэвид Кам мен Кимберли екеуі үйленді. Сол жылы Дэвид Кам Индиана штатының полиция бөлімшесіне жұмысқа тұрды. 4 жылдан кейін, яки 1993 жылы Дэвид Кам мен Кимберли екеуінде ол дүниеге келді. Олдың есімін Брэдли деп қойды. 2 жылдан кейін, 1995 жылы олардан Джилли деген қыз дүниеге келді. 90 жылдардың соңында олар жақсы өмір сүрді. Кимберлин сақтандыру компаниясында жақсы жұмыс атқарды, ал Дэвид Кам болса полицияда 10 жылдай жұмыс істеді. Оған қоса ол көкесінде жұмыс істеп жүрді. Ол бассейн тазалап ақша тапты. Ол бассейн тазалап полицияның ақысынан 2 есе көп тапты. Полицияда ақша аз тапқан ол, жұмыстан кетуге бел буды. Полициядан кеткеннен кейін Дэвид Кам мен Кимберлин екеуінің өмірі жоғары өрледі. Табыстары өсті. Бірақ өкінішке орай ұзаққа созылмады. Дэвид Кам жұмыстан кейін достарымен баскетбол ойнайтын. Ол күнде кешкі сағат 9-да үйде болатын. Жолдасына үй тіршілігі мен балаларды қарауға көмектесетін. 2000 жылы 28 қыркүйек Дэвид Кам үйіне кешігіп келді. Кешкі сағат 9:20-да үйіне келді. Үйдің гаражының есігі ашылған кезде, ол әйелін, яки Кимберлинді көліктің қасында қансырып жатқанын көреді. Ол жүгіріп келіп көліктің ішін қараған кезде 2 қанды, жансыз балаларын көріп шошиды. 7 жасар баласының денесі жылы болғандықтан, оны шығарып оған дем салуға тырысты. Содан кейін ол полицияға хабарласты. Индиана полициясы, менің есімім Патрис, сізге қандай көмек көрсете аламын? Патрис, менің есімім Дэвид Кам, мені командалық пунктпен байланыстыр. Қазір, күте тұрыңыз. Бол тез. Байланыстыр мені. Дэйв. Менің үйіме шұғыл түрде полиция жіберіңдер. Менің бала шағам, әйелім өліп жатыр, тез болыңдар. Бәрі жақсы болады, қазір полиция келеді. Еш нәрсе жақсы болмайды, тез жібер полицияны, олар өліп жатыр. Полиция Дэвид Камның үйіне келген кезде 3 мәйіттің денесіне тап болады. Криминалистердің шешімі бойынша кішкентай қыздың аяғында көгерген іздер болған. Ол іздер кішкентай қызды зорламақ болғандығын көрсетеді. Кимберлиннің шалбары шешілген, Кимберлин зорланған, және үшеуінде тапаншамен өлтірген. Және сұр жемпір табылды. Полиция Дэвид Камның айтқан сөздерін жазып алды. Көршілердің айтуы бойынша тапаншаның дауысын кешкі 9:30-да естіген. Яғни Дэвид Кам сағат 9:20-да келгеннен кейін тапаншаның дауысы естілген. Және Дэвид Камның денесіндегі қанның іздері, адамды жақыннан атқан кезде қан шашыраған із болған. Және Дэвид Кам баскетболға сағат кешкі 7-де үйден шыққанын айтқан. Алайда кешкі сағат 7:20-да үйге қызмет көрсету орталығы хабарласқан кезде, Дэвид Кам телефонға жауап бергені белгілі болды. Сондықтан соң полиция Дэвид Камның өзінен күдіктенді. Іздестіру барысында олар Дэвид Кам мен Кимберлин екеуінің арасында көп жанжал болғандығын білді. Кимберлин Дэвид Камды көңілдесімен ұстағаны белгілі болды. Бірақ Кимберлин оны кешірген. Кимберлиннің құрбысының айтуы бойынша соңғы кездері Кимберлин күйеуінен қайта күдіктеніп жүргенін айтқан. Осының бәрінен кейін прокурор Дэвид Кам өзінің кішкентай қызын зорламақ болған. Оған куәгер болған әйелі мен баласын тапаншамен атып, соңында қызын атып өлтірген. Кейін полицияда істеген тәжірибесі болғандықтан, осындай оқиғаны ол құрастырған деген тұжырымға келіп, Дэвид Камды қамауға алды. Сот кезінде Дэвид Камның адвокаты бірнеше фактілерді келтірді. Одардың бірі криминалистердің шешімі бойынша 2 баланы сағат кешкі 7:08-де өлтірген, кейін Кимберлинді өлтірген. Ал көршілердің айтуы бойынша тапаншаның дауысын кешкі сағат 9:30-да естіген. Келесі факт қылмыстық жерде табылған сұр жемпір. Бұл жанұяны емес еді, және жемпірде табылған дінк Дэвид Камға қатысы жоқ еді.
осындай дәлелдерге сот аса назар аудармады. 2002 жылы Дэвид Камды өз жанұясын өлтірді деген шешіммен 195 жылға соттады. Түрмеге түскен Дэвид Кам өзінің қорғаушысын өзгертіп, 3 жылдан кейін қайта апелляцияға тапсырды. Осы жолы қорғаушы сол қантөгіс күні кешкі сағат 7:20-да үйге хабарласқан қызмет орталығы уақытпен 1 сағатқа қателескені туралы ақпарат берді, және сұр жемпірдегі діңк іздерінің иесі Чарльз Банни деген қылмыскердікі болып шықты. Ол қылмыскер әйелдерді зорлаумен бірнеше рет түрмеге отырғаны белгілі болды. Бұл қылмыскер сол жылы 2002 жылы түрмеден босатылған. Яғни ол Кимберлинді және 2 баланы зорлап өлтіруі әбден мүмкін еді. Түрмеде отырған адамның саусақ ізі ДНК-сы полицияның базасында болу керек. 3 жыл бұрын анализ бойынша полиция базадан сәйкестік таппаған. Сондай ол қалай болған? Полиция Чарльз Баннини тергеу барысында Чарльз Банни жемпірді мұқтаждар үйіне өткізгенін жеткізді. Яғни оның жемпірін басқа біреу киіп сол адам жанұяны өлтіруі мүмкін екендігін айтты. Уақыт өте келе полиция сол қанды түнде көлікте қалған қолдың ізін сараптаған кезде, ол іс Чарльз Банниге тиесілі екендігіне көздері жетті. Полиция Чарльз Баннини ұстап тергеуге қайта алды. Сонда ол бәрін жайып салды. Чарльз Банни Дэвид Каммен таныс екен. Олар бірге әр бейсенбі баскетбол ойнаған. Сол қанды кеште Чарльз Банни Дэвид Камның үйіне келген. Ол Дэвид Камға тапанша сатпақшы болған. Ол тапаншаны Дэвид Камға берген кезде, Дэвид оның көзінше бала-шағасын, әйелін атып тастағанын айтты. Екінші рет болған сотта сот Чарльз Банниге 225 жылға түрмеге жабуды шешті, ал Дэвид Камның түрме мерзімі солай қалды. 2009 жылы Дэвид Камның қорғаушылары сотқа қайтадан апелляция берді. 2013 жылы сот барысында қорғаушылар Чарльз Баннинің Кимберлиннің киімінде, денесінде тағы басқа жерлерде ДНК-сы болғанын дәлелдеді. Соттың шешімі бойынша 13 жыл бойы түрмеде отырған Дэвид Камды қамаудан босатты. Осы жағдайдан кейін Индиана прокуратурасы, полициясы дауға қалды. Тілшілер, халық бұл органдарды тексеруге үкіметті шақырды, наразылығын білдірді. Дэвид Кам 13 жыл бойы түсінде бала-шағасын әйелін көріп жылағандығын, қатты сағынғандығын айтып жылады.